Насрулла ат-Тарази бабамыздың 100 жылдығына арналған арнайы ғылыми тәжірибелік конференция халықаралық осы Тараз шаһарында өткізіп жатырмыз. Мақсатымыз бабаларымызды, осы ғалым бабаларымызды әлемге қазақ жұртын, қазақ елін танытқан, ислам дініне кең үлес қосқан бабаларымызды ардақтап, оларды жастарға насихаттау. Біз Насрулла бабамыздың рухына Құран бағыштау, оның рухына дұға жасау және осындай ұлы тұлғаларды дәріптеу, насихаттау арқылы жастарымызға жаңағыдай күш-қуат беру, оларды жігерлендіру, осындай бабаның біз ұрпақтарымыз, осындай еліміздің тұлғалар туған деген сияқты балаларымызға иншалла үлкен үлгі болады деген ниеттеміз. Қазақ даласынан шыққан тай тұлғаны алсақ та, дін мен дәстүрін насихаттап, жақсылықтың жаршысына айналған. Төл тарихымызды зерделей отырып, исламның ұлттық болмысы мен қазақ халқының ел болып қалыптасуына зор үлес қосқанын көреміз. Бүгінгідей алмағайып жаһандық үрдісте өткенімізбен өшкенімізді түгендеп, руханиятымыз бен тарихымызды тағылымға толы құндылықтармен толтыру сіз бен біздің бүгінгі борышымыз болып отыр.